Сәлем достар, жылдың қай мезгілі болмасын демалатын жерлер өте көп. Атап айтатын болсақ, Дубай, Мальдив аралдары, Египет тағы басқа. Ең танымалы осы жерлер, бірақ сіздер білмейтін көрікті жерлер қаншама. Мен бүгін сіздерге туристер бара алмайтын 5 әдемі жерлер туралы айтамын. Ендеше бастаймыз. 5-ші орында Антарктида. Оның не ерекшелігі бар дейсіз ғой? Бұнда мәңгілік қыс. Масқара суық және құрлықтың барлығы шамамен 1,5 километр қалыңдықтағы мұздан тұрады. Бұлайша айтқанда суықтың максималды температурасы бар жері. Қыста суық және қараңғы, жазда да суық, просто күннің ашық болғаны болмаса, барлық жерде пингвин. Десе де бұл жерді біраз ғалымдар мен зерттеушілер бағындырмақ болды. Ал қазіргі кезде бұл жерге өзгеріске ұшырамаған табиғатты тамашалау үшін қарт адамдар мен зейнеткерлер келеді екен. Егер денсаулығыңыз жақсы және мұздық кезеңді бастан өткізуге құштарлығыңыз болса, ол жаққа неге бармасқа? Сізге Антарктидада не ұнауы мүмкін? Өте биік мұз таулар және томпиған пингвиндер. 4-ші орында Шығыс Тимор. Ол несімен ерекше? Бұл 2002 жылы Индонезиядан бөлініп шыққан өте жас елдердің бірі. Ол ұзаққа созылған азаматтық соғыстан бері әлі қалпына келе алмай жатыр. Халқының жарты бөлігі жұмыссыз, ауыл шаруашылығы мен меруерт жинау жақсы дамыған. Биік үстірттері мен джунглидің жабайы табиғаты өсімдіктері мен жануарларының әр түрлілігімен таң қалдырады. Егер барамын десеңіз, бұл жер мүлдем зерттелмеген. Джунглидің дәл ортасында және жазықтарда кішкентай ауылдар көп. Және бұл жердің адамдары сіздерді, яғни туристерді қуана-қуана қарсы алады. Себебі туризм мұнда дамымаған десе де болады. 3-ші орында Сьерра-Леоне. Бағалы металдардың ірі отандарының бірі болып саналады. Себебі бұл жер алтын мен алмаздардың шоғырына өте бай. Осыған қарамастан халықтың 70% кедей тұрады. Сол себептен де әлемнің ең кедей елдерінің тізімінде 3-ші орында тұр. Сонда да бұл жерден не ұнауы мүмкін? Адамдары. Себебі Сьерра-Леоне діни мағынада алып қарағанда төзімді халықтың бірі. Бұнда мұсылмандар мен христиандар тату-тәтті үйлесімділікте өмір сүреді. Және туристерді де құшақ жайып күтіп жібере алады. Ол біз үшін өте маңызды ғой. Солай ма? 2-ші орын Тәжікстан. Орталық Азияның дәл жүрегінде ескі ұлы жібек жолында орналасқан. Және су теңізбен шектеспейді. Ол 1991 жылғы азаматтық соғыстан кейін құлдырауға жеткен әлемдегі ең кедей мемлекет. Барлық жері игерілмеген десе де болады. Мемлекеттің ауқымына және орналасуына қарамастан Тәжікстанға жылына 4-ақ мың адам келеді екен. Және осы себептен ол әлемнің адам келмейтін елдерінің тізімінде 2-ші орында тұр. Бұл елге келсеңіз, сізге ең биік тау жүйесінің бірі Памир ұнайды. Халықтың қонақжайлылығы ешқашан өзгерген емес. Және соғыстан кейін бұл жерге туристер аз келетін болған, зато таза табиғат. 1-ші орында Кирибати аралдары. Бұл мемлекет жердің ең шетінде, Тынық мұхитының ортасында орналасқан. Бұл жерде Гавайи, Фиджи аралдарынан кем емес. Табиғатына ешкім тиіспеген. Мен сіздерге табиғатының әдемілігіне байланысты осы 5 елді бағалап бердім. Бару-бармау өз еріктеріңізде. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып пікір қалдырыңыздар. Колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.